Ассалаумағалейкум. Маған мынадай жоғарыда сұрақ келіп тұрген, соған жауап бергім келіп отыр. Қазақстан заңнамасы бойынша қайтыс болған адамның еңбек жағдайлары мен әлеуметтік кепілдіктері балаларына белгілі бір уақытқа дейін сақталады. Мысалы, теміржол саласында жұмыс істеп жүрген күйеу жұмыс барысында қайтыс болған жағдайда оның балаларына жұмыс беруші өтемақы төленуі тиіс, мүмкін. Егер әйелі жеке кәсіпкерлік ашып, мемлекеттен қайтарымсыз грант алса, бұл оның балаларына төленіп жатқан өтемақыға әсер етпеуі керек. Өйткені грант алу кәсіпкерлік бастауға арналған қаржылай көмек болып табылады. Ол әлеуметтік төлемдермен байланысты емес. Дегенмен грантты қайтарымсыз пайдалану немесе шарттарды бұзу жағдайында мемлекет қаржыны қайтаруды талап. Мысалы, грантты кәсіп ашу үшін емес, жеке мақсаттарға жұмсау заң бұзушылық болып табылады. Қорытындылай келе айтатыным, мемлекеттен қайтарымсыз грантты алу балаларына төленіп жатқан өтемақыға әсер етпеуі тиіс, бірақ грантты мақсатта пайдаланбаған үшін заңда жауапкершілікке әкелу көзделген.